қорытындылайық. Үйге не берілді балалар? Журнал бойынша сұраймын. Аман келді? Арман. Шыға қой тақтаға. Мен бақытты баламын. Өйткені менің 2 аяғым, 2 қолым, 2 көзім бар. Менің ата-анам тірі, ағам қасымда. Ең бастысы маған жақын жандар жаман ауырмайды. Менің ағам жұмыстан келген соң тамақ ішпей мені күтеді. Онымен бірге мен ештеңеден қорықпаймын, тіпті қараңғыдан да. Менің ағам батыр. Мен оны мақтан етемін. Үй, көлік, ақша дегеніміз байлық. Бірақ олар шын емес қой. Шындығында байлық, бақыт, жақындарыңның мейірімін, махаббатын сезіну. Ал менде осы байлықтың бәрі бар. Сондықтан да мен бақытты баламын. Тамаша, қандай бақытты жанұясында? 5. Немене айттың баласы? Ішкің келіп отыр ма? Мен арақ ішпейтін әке боламын. Ей, сүмелек, не деп кеттің? Қайсар қайда? Бар Таняның магазиннен маған бір темекімен арақ берсін. Келесі жолы ақша келмесе бермейін деген. Ей, мылжыңдамай, мен айтты де еркек сияқты болсаңшы. Кет, жоғал иттің баласы. Қайда баратсың, Арман? Тағы да мас па? Екеуі де ішіп отыр ма? Мамам жоқ. Жүр, киініп кітаптарыңды сөмкеңе сала бер. Жұмыспен тұратын жер тапты. Кетеміз. Шешелерің қайда күшіктер? Арақты да әйелікті өзің тауып ал. Бізге сендердей ата-ананың қажет жоқ. Тез, Арман. Кет иттің баласы. Кетіп қайда барады екенсіңдер? Енді келмейтіндей болып кет. Әке, аға, қойыңыздаршы, аға. Бізді асырай алмасаңдар, неге тудыңдар? Немене? Өкінесің бе өмірге келгеніңе? Сендердің отбасыларында дүниеге келгеніне өкінем. Кет, көзіме көрінбе. Кет, көзіме көрінбе. Біз енді осында тұрамыз. Мамамдар іздейшеші. Мен қорқамын. Үйге бара берейікші. Қорқпа. Енді саған өзім қамқор болам. Сен тек қана алаңдамай, сабақтан 5 алып жүрсең болды.